саламатсыздар ма студенттер? Текей Батыр Қартұлы атындағы жоғары колледждің арнайы пән оқытушысы Шалқар Мырзағұлов. Бүгінгі сабақтың тақырыбы газ турбиналы қондырғылардың сұлбалары мен негізгі элементтері. Бүгінгі тақырып бойынша қозғалатын турбина, газдың турбинасы, олардың қондырғыларының артықшылықтары бойынша қозғалады. Турбина француз тілінде турбин, латын тілінде турбо, құйын, үлкен жылдамдықпен айналу. айнымалы қозғалысқа түсетін жұмыстық тетігі роторы бар әрі жұмыстық дененің бу, газ, су кинетикалық энергиясын механикалық жұмысқа үздіксіз түрлендіріп отыратын қозғалтқыш. Сіздердің жаңағы суретте көріп жатқандай сол біздің турбинамыз. Турбиналар әсер ету принципі бойынша екі түрге бөлінеді: активті турбина, реактивті турбина. Суретте көрсетілген біріншісі активті турбина, екіншісі реактивті турбина. Құрылымына байланысты турбина екі түрге бөлінеді: бір сатылы және көп сатылы. Газ турбинасы газ турбиналы қондырғының транспортта, электростанцияларда, газ және өндірістерде, мұнай өңдеуші зауыттарда, газ және мұнай құбырлы магистралдардың сығымдаушылары мен сұйық сорғыш тектеріне арналған металлургиялық зауыттарда, химиялық өндірістердің кәсіпорындарында және тағы басқа. Суретте көрсетілгендей, бізде газ турбиналы қондырғылар жинақты, салмағы аз, піспекті қозғалтқыштардың іштен жанатын бөлшектерінің қайтымды ілгерілемелі қозғалысты қасиеті болмайтын, пайдалану құны арзан, суды пайдаланбай-ақ жұмыс атқара алады. Газ турбиналы қондырғылар артықшылықтары: жағу мүмкіндігі және газ түріндегі мен сұйық отынды қолдануға болатындығы. Отынның сапасына байланысты газ турбиналы қондырғының жұмыс істеудегі жағдайының сенімділігі және газдың ең жоғарғы температурасын таңдап алуға болатындығы. Міне сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған турбиналы қондырғы. Турбиналық алдындағы газ температурасы 800 градус Цельсийге зорлатын, ауаның сығымдауыштағы төменгі қысымы, одан кейін ауа салқындатқышқа келіп түседі. Денені салқындатуға суды қолданады. Салқындатылған ауа орташа қысыммен сығымдаушыда сығылады. Одан кейін қайтадан ауа салқындатқыш бағытталады. Жану сығымдаушыдан кейін жоғарғы қысымды жану камерасы келіп кіреді де онда оның температурасы артады және бұдан соң төменгі қысымды турбинада кеңейеді. Ал одан кейін генератор пайдаланылады. Генератордан кейін жұмыс атқарған газ атмосфераға шығады. Ауа салқындатқыштан шыққан соң ауа жоғарғы қысымды сығымдаушыға келіп кіреді. Одан регенераторға бағытталады. Мұнда оның температурасы артады және одан ары жану камерасына кіреді. Электрлі тоқтың генераторы төменгі қысымда турбинаның бөлігіне орналасқан атап өту қажет. Газ турбиналы қондырғының ауа даңғылында ауа салқындатқыш қысымының жоғалуына әкеліп соғады. Осы қысымның жоғалуы турбина алдындағы газ қысымына қатынасы шамамен 2%. Сіздердің алдарыңызда суретте көрсетілген, яғни арзан жағушы мазуттарды жағуда егер турбинаға кірердегі газ температурасы 650 градус Цельсийға жоғары болмаған жағдайда ешқандай қиындықсыз қолдануға болатындығы. Газ турбиналы қондырғының артықшылығына байланысты болатыны: бір, газ турбиналы агрегаттарда сол сияқты бу турбиналы қондырғыларда үлкен қуат алу мүмкіндігінің болуы. Сонымен қатар газ турбиналы қондырғының асы арқылы бір білікті сүзбемен өте қарапайым түрінде орындалу ерекше кемшілігіне. Келесі бізде суретте көрсетілген жаңағы турбиналар бойынша жұмыс істеу кезіндегі қондырғының толық жүктемесіздігі өнімділігін едәуір кемітеді. Газ турбиналы қондырғының пайдалану әсер коэффициенті
жартылай жүктемеде газ турбинасының тұрақты айналу жиілігі жұмысындағы газ турбина қондырғысының пайдалану әсер коэффициенті өте тез төмендейді. Газ турбина қондырғысына жүктемені кеміткен кезде жану камерасына сығымдаушыдан ауаның тұрақты келуі кезінде отынның берілуі азаяды. Бұл жағдайда турбина алдында газ температурасының тез кемуіне жеткізеді және қондырғының үнемділігін едәуір азайтады. Газ турбина қондырғының жұмысына қоршаған ауаның температурасы мен қысымы үлкен әсерін тигізеді. Температураның артуынан және атмосфера қысымының кемуі газ турбиналық қондырғының қуатын кемітеді. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келсек, газ турбиналық қондырғыны транспортта, электростанцияларда, газ және өндірістерде, мұнай өңдеуші зауыттарда, газ және мұнай құбырлы магистралдардың сығымдаушылары мен сұйық сорғыш жетектеріне арналған металлургиялық зауыттарда, химиялық өндірістердің кәсіпорындарында және тағы басқада қолданылады. Газ турбиналық қондырғылар жинақты, салмағы аз, піспекті қозғалтқыштардың, іштен жанатын бөлшектерінің қайтымды ілгерілемелері қозғалысты қасиеті болатын. Пайдалану құны арзан, суды пайдаланбай-ақ жұмыс атқара алады. Газ турбиналық қондырғының артықшылығына жанушы камерасында жағу мүмкіндігі және газ түріндегі мен сұйық отынды қолдануға болатындығы. Осы бүгінгі тақырып бойынша газ турбиналық қондырғылардың тақырыбын толықтай сіздер үшін пайдаланған әдебиеттер бойынша бізде пайдаланған әдебиеттер бойынша көрсетілген. Осы әдебиеттер бойынша толықтап келесіздер. Рахмет сіздерге назарларыңызға.